Бәріңе сәлем достар, сендермен сол баяғы Адик KZ. Жаңа форматта, жаңа рубрика жалғастырамыз. Алдыңғы видеода мен толықтай бәрін түсіндірген сияқтымын, көбісі түсінбеген секілді. Себебі көбісі видеомен емес, жазып жіберіп жатыр челлендждің бәрін. Жіберген челлендждерін қабылдану үшін бірінші видеоға түсіріп, сол челленджді орындап, видеоның басында айтуға жетсіңдер. Адик KZ арнасында мынандай челлендж, кем дегенде 3 попытка берем, қабылдамасаң немесе орындай алмасаң сенен 2000 теңге деген сияқты. Көбісі түсінбейді ме, әлде видеоға назар аудармай ма, орындамайды. Тек жазып жібереді. Біреу айтады 16 адам сковородкамен өлтірді, топ 1 ал дейді. Біреу айтады 0 киллмен топ 1 ал дейді. Сен басың істей ма, 0 киллмен қалай топ 1 аласың? Түсінем, әрине, кішкентай балалар жазады, өңшен хитрый еврейлер шығар, еврейдің балалары шығар, что андай халяваға 2000 теңге алғысы келетін. Әрине ондай челлендж ешкім орындай алмайды. Бірінші өзің орында видео түсір, сосын маған жібер. Сосын мен орындаймын. Хорошо? Жібергендер де болды, нормально. Бүгін сол челлендждерді орындаймыз. Ендеше көп сөз боқ сөз. Бірінші челленджді бастайық, кәні көрейік. Адик, саған арнаған челленджім. Міне осы бахан картасында, санук картасындағы бахан деген осы жерлерге келеміз. Түсеміз. Сосын мына жерден мініп, осы жерді, осы жерге кез келген зат тастаймыз да, бұны финиш ретінде қолданамыз. Сосын мына жерден бастаймыз. Осындай бұрылыстарда тоқтауға болады. Жай жүруге болмайды. Саған 3 попытка берем. Третий лица айтпақшы. Третий лица болу қажет. Міне Адик, жеттім. 3-ші попыткадан орындадым. Саған жолдаймын. Сау бол. Бәрі әділ болу үшін компьютермен емес, негізі жалпы эмулятормен де немен де жібере беруге болады челленджді. Телефонмен түсіріп жіберсеңдер де. Енді бұл жіберген жігіт телефонмен түсіріп жіберді, сондықтан телефонмен орындап көрейік. Так, бұл бәле айтпақшы батарейканы жейді кәдімгідей. Мен телефоным, тем более айфондарды білесіңдер, батарейка тез отыратын. Сондықтан тез орындау керек маған. Тағы бұл емес, одан кейін тағы бір челлендж бар, сосын аяқтаймыз, Соған жетсе болды, арман жоқ басқа менде. Бам, 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 бам. Ладно. Көреміз қазір. Бхан, блин, ешкім секірмеңдерші, пожалуйста, мен орындап алайын. Так, метка қоямыз былайынан. Тай, вроде ешкім жоқ. Так, бұл бетте емес, арғы бетте. Қазір, тұра. Мен оружие алайыншы өзіме. Мен сайға. Ой, кеңінің аузы. Просто мен андай 3D touch деген оқып қойғам ғой, 3D touch бет. Блин. В общем, экранды қатты бассаң, мышсаң ат жүреді өзі. Айфоны барлар түсінетін шығар енді. Так, векторды алсаң, вектор лучше, чем Томпсон қарағанда. Оғы аз болса да ороны көп та вектордың. Или олай емес па? Или қателестім ба? Ладно, көреміз. Так, мына жерге бір зат қоямыз. Жарайды, патронды қояйық. Блин, ыңғайсыз, елки-палки, ладно. Так, оружиені тығамыз. В общем, қатты shiftпен жүгіру керек. Shift деп айта берем, мен қатты жүгіру керек. Бұрыштарда тоқтауға болады. 3 попытка, бірінші попытка кеттік. Так, бұрышта тоқтауға болады. Так, құлаққама. Давай.
Стоп, стоп. Мынау мандражол кәдімгідей сендерге оңай болып көрінетін шығар, бірақ өздерің орындап көріңдер. Так, давайте мына жерден тоқтамай жүгіріп өтейік. Тьфу. Так, құлаққама. Базар жоқ. Давай. Адик, ты сможешь. Чуть-чуть қалды. Бірінші попыткадан болса вообще тема болатын еді. Давай. Біреудің нервтеріне тиіп атсам ренжімеңдер енді. Напряженный момент қой менде. Такс. Всё? Да ладно. Вроде мен кеше ойнағанда кешкісін жатып көрейші дедім да осыны орындап. Вроде орындай алмай қойдым өзім. Бір-екі рет ойнадым, біреуінде бот өлтіріп тастады. Иә. Давайте көрейік бүйтіп. Тоқтамай көрейік, иә? Бұл челленджді орындап қойдым енді. Для интерес сендерге кішкене қызық болатын шығар деп ойлаймын енді. Көрейік енді ойнап. Тоқтамай көрейік бірақ. Так, мына былай интересно. Көрейік ал. Менде 3 попытка бар, 1 попытка кетті. Бірақ бұл попыткалар саналмайды. Бұл вообще өзіме для интерес. Да! Ой, елки-палки. Так, ну ладно. Бірақ андай крутой повороттарды тоқтап көрем, я? Так, последний соңғы попытка, если орындамасақ, эмуляторға кетеміз, эмулятормен ойнап көреміз. Орындап көреміз осы челленджді. Болмайды екен. Ладно. Эмулятормен ойнап көрейік енді. Так, жалғастырамыз. Мен наушнимді киіп алайын, чтобы этот врагтарды естейік та бізде. Быхан. Да ё-моё, түспей қойсам болады ғой. Қайда түстің сен? Окей, мен неқа кеттім. Сенде шаруам жоқ мен. Такс, бізде 3 попытка. Әлі басылған жоқ. Финиш қойған жоқпын әлі. Такс. Давайте аптечканы тастап кетейік. Уа, кең ауыз. Тұр. Онда граната. Нормально. Ал кеттік. Да, блин. Ладно, бір попытка кетті. Екінші попытка. Екінші мүмкіндік. Попытка. Финишқа жете алмай жатырмын ғой мен. То есть стартқа. Ал, 1, 2, 3 кеттік. Мен просто анау телефоннан кейін чувствительность жоғары болып тұр да, кішкене азайту керек сияқты мен ойымша. Қазір құлап қалатын болсақ, 3-ші попыткада көбейтемін. Но пока что нормально келе жатыр. Осы беттен таймай. Ой. Ана жерде крутой повороттар бар да, қателеспесем. Тоқтама, брат, тоқтама. Давай. Чуть-чуть қалды. Давай, Адик, ты сможешь. Иху.
базара нет, да? Нормально. Давайте контрольно, чтобы бәрі убедительно болу үшін тағы бір рет орындайық, ә? Так, стартқа. Тастайын, бәрін тастайын. Ал, кеттік. Той. Білмесеңдер, мен shift'ті жіберіп атқан жоқпын вообще. Ар жақта біреу жүргендей болды ма? Просто мен персонажыма қарап отырмын, құлақ қалмасын деп. Құлақ қалма. Давай. Хью. Нормально. Кто красавчик? Өздерің көрдіңдер ғой, главный челлендж орындадым. Бәрі дұрыс. 3 попытка тағы да орындадым, 2 рет орындадым. Телефонмен 1 рет, сонда 3 рет орындап тұрмын. Ендеше келесі челленджға кеттік. Мен саған қоятын тапсырмам. Ең шеткі мына картаның ең шетіндегі 3 том, осы 3 томды луттап барып топ алуым керек. Міне осы. Ешқандай ботты болсын, адамды болсын, трупын тонамайсың. Тек осылардың осы жерді луттап барып топ алуым керек. Саған Европа және санок картасы, сосын дуо против соло болу керек. Ал менің тапсырмам түсіндікті деп ойлаймын. 2 попыткадан берем. 2 попытка орындай алмасаң 2000 теңге менікі. Сау бол. Так, сонымен бізде екінші челлендж. Бұл челленджде бізге мына жерге барып, осы 3 үйді лутать етіп, осы 3 үйді лутать етіп, топ бір алу керек. Соло қарсы дуо. Бірақ автордың өзі орындамаған. Сол себепті эмулятормен орындайды. Әділ болу үшін барлығы. Келсесіңдер ғой, да? Солай ғой, бәрі әділ ғой. Егер толықтай орындағанда телефонмен орындайтын едім. Ал. Бұлайынан жетіге болады, по сути. Ал, кеттік. Тағы да 3 попытка бар менде. 3 мүмкіндік. Самый минимальный мүмкіндік менде бар. Немене пәле дым жоқ па ана жерде? Да ладно. Соңғы үміт мына үйде. Не дейді та? Бензин не аламын. Да. Мә саған челлендж. Базар жоқ. Кеттік ал, дробаш челлендж болады еді, не істеймін басқа. Ай. Вроде қарасаң жеңіл сияқты челлендж, енді бірақ мына түрімізбен 10 патрон тем более. Не істейміз, елки. Айтпақшы, боттарды, үйлерді лутать етуге болмайды. Ұмытып кетіп айтамын. Жарайды енді, крисовать етіп, соңғы адамды өлтіруге тырысамын. Дробашпен. Бір мүмкіндік кетейін деп тұр, ауыз. Сезіп тұрмын. Жүрегім сезіп тұр да мен. Қайдасың ботақандар, келіндірші тезсіз өлтіріп сендерді. Маған мешать етпейтін дейді. Ладно, сол жер жүре беріңдер асып. Мен кеттім. Так, бізге бүйту керек қазір.
Ой, бүйту керек еді деген сияқты. Так, мына жерге барамыз. Апасына ма? Зонаның ортасы ғой. Так, осы жерге барып, үйдің ішіне кіріп отырамыз. Тығылып, зонада. Сосын зонаны жақындаған сайын, зонамен бірге бүйтіп фык еткізіп жақындай береміз да. Бүйтіп қоя салшы. Ал, басқа әңгіме айтыңдар. Не болып жатыр? Каникулдар қалай өтіп жатыр? Қайда демалып жатсыңдар? Қандай лагерьге бардыңдар? Қандай қызықтар болды? Апа. Қызықты оқиғалар болды. Бәрін комментарийға жазыңдар, мен оқимын, қараймын. Если жауап беремін. Кішкене мандраж бар енді. Все-таки 2000 теңге менде бергім келмейді. Жалада жатқан ақша жоқ қой. Менде 2 бензин бар екен. Деген байым. Если Steam пабтағы атқан кезде жарылатын болса, онда көп балбалға болатын еді, бүйтіп кірсавать етіп отырасың үйге. Адам кірген кезде поқ өткізіп алып тастайсың. Мына тығып қою керек бұл жерге. Как будто осылай тұрған сияқты. Сөйтеміз да. Мына жерде отыра береміз. Все. Ал, әңгіме айтыңдар. Пока адамдар келгенше, және бүйтіп ашып қоя салайын. Картаны тойсын. Все, күтеміз енді. Адамдар азайсын. Блин, бір адам қалса екен. Бір адам қалса. Соло қарсы дуо деген енді жеңіл, по сути, негізі ойнаған. Бірақ, жағдайды қарасаңдаршы, бірақ пробашпен. Адамгершілікке жатамын осы. Папка. Рандом. Оңбаған екесің. Маған жақтаспайсың ба? Біздің каникул осылай өтеді. Сендерге видео түсіреміз. Жұмыс істейміз. Қол тигенде осылай челлендждер орындаймыз. Бот па адам ба? Шум болып отқан, машина өтіп отқан, дәл жолдың бойында тұрамын мен. Терезені ашып қойдым, күн ыстық енді. Қарамай қойшы, құрсыншы. 9-ақ патрон. Не оқтаған жоқсын. 9 патрон, 40 адам әзірге. Жосқа қадап кеттім мен. Рандом бар ғой. Шанс жоқ, по-любому, да, менде. Қалай ойлайсыңдар? Топ 1 ала алам ба, аламайым ба? Комментке жазыңдар. Пауза басыңдар да комментке жазыңдар. Чтоб бәрі честно болу үшін. Видеоны айналдырмаңдар. Өздеріңе де қызық қой. Если угадать етсеңдер, мен угадать еттім деп жазасыңдар да. Солай. Барынша видеоны кеспеуге тырысам. Үндемей отырған жерлерім болса айналдырып жіберем. Былай қырқып тастамаймын, нарезка айналдырып жіберем. Чтобы комментарийға жазбаш үшін. Сен кесіп тастадың, нарезкамен жасадың ғой. Былай нарезкасыз деп айтасың өзіңді. Солай, әділ болу үшін, сендер үшін вебкамды қосдым. Айтпақшы, вебка қосылып тұрған дұрыс па, әлде керек емес па? Бетіме қарап отырғыларың келе ма, әлде келмей ма деген сияқты. Ойнап отқан кезде эмоцияны көріп дегенде. Так. Нормально. Жоқ, кім ол? Блин, мынау альфа деген әлі атып отыр, қара. Бір келіп тұр. Бот па адам? Блин, бірінші оғым промп кетті. Елки-палки. Өзі өлетін шығар. Оқты құрттың кеп тұрған жоқ просто.
жеті ақ оқып қалды. Боттар атаңын әлет. Атың өшкір бот. Да ё-моё, менде шлемде жоқ қой, елки. Хотя граната бар екен менде. Хотя бы. Айдалада жүр ғой. Короче, иди нахер. Көзі өткір екен, көріп қойдым. Да, мандраж. Қайдан келеді екен? Осы есіктен кір, давай. Давай осы есіктен кір. Ну. Түріктер қырып отыр что-то. Әкең осы патронын кетірді отыр. Көріп қалғанын айтсайшы ананы, өтіп барады. Нормально. Пронесло. Мен не айтайын деп отырмын? Турнир. Турнир жайында жаза бермеңдерші, өтініш личкаға. Қашан шығады? Турнир жасаш деп. Миллион сообщение келеді күніне. Айттым ғой, мен 20 мың жазылушы болады, сол кезде видео шығарамын турнир жайында деп. Стена қарап отырайын. Сол кезде мен де көргенше. 20 мың көп емес қой енді. Жарайды, онда битейік. Сендер қолдарына келе ма, келмей ма білмеймін. Соны дәлелдеп берулерің керек маған. Давайте битейік. Осы видеоға 4000 лайк жиналады. 4000. Алдында сендер 3000 лайкты 2 күнде жинағансыңдар. Бұл жолы 4000 лайк жиналады. Қалай жиналады? Солай бірден видео шығарам турнир жайында. Қалай өтеді, қашан болады бірінші турнирі, қанша ақша беріп кіру керек, қандай ұтыстар болады, бірінші орынға, үшінші орынға, ондай топ орындардан бөлек қандай тағы да нелер, жаңағындай сыйақылар дей ма, подаркілер болады деген сияқты ғой енді, бонустар. Сосын бірінші орынға ақшалай сыйлықтан бөлек тағы да бір сыйлық болады, бонус. Оны бірақ қазір айтпаймын. 4000 лайк, сосын айтам. Хорошо? Все, болды. А то күніге сообщение келеді, қарайсын, ашасың, миллион сообщение. Қашан болады турнир деп. Не деген шыдамсың, кішкене шыдасаңдаршы. Ал сендерге мотивация. 4000 лайк. Сосын бұл турнир 20 мыңға жеткен кезде, болатын турнирдан бөлек 20 мыңға жеткен кезде өте ауқымды турнир болады ол кезде. Ондай турнир сендер көрген жоқсыңдар әлі. Так, нормально. Ондай турнирді көрген жоқсыңдар, сондықтан тоже 20 мыңға жеткенде тағы бөлек турнир болады. Все. Енді турнирдің әңгімесі осымен жабайықшы осы жерде, сұрамаңдаршы, пожалуйста. Хорошо? Все. Екінші арнада стрим болып жүр. Wolfenstein 2 деген машина. Блин, именно не үшін маған келеді.
Ублюдок. Осылай отыра берейін, что досы келіп атып тастайтын болса. О, түріктер өліп отыр. Нормально. Түріктер өлсінші. Так, не айтып отырмын, блин. Ё-моё, әңгіме айтқызасыңдар ма, айтқызбайсыңдар ма? Досы келе ма деп қорқып отырмын просто. Короче, Wolfenstein 2 деген ойынды өтіп отырмын, қол тиген кезде стрим жасаймын. Может, әр жексенбі сайын болуы мүмкін. Кәдімгідей ол ойында 45-ші жылы, егер 45-ші жылы деп сол екінші дүниежүзілік соғыста немістер жеңген жағдайда не болады деген оқиға, короче. Блин, ештеңе аламайын, патрон да аламайын. Келе жатыр. Кетіп қал, ар жақтан кетіп қалшы. Кірме, жолама бұл үйге. Шаг оқ, блин. Шанс жоқ вообще менде. Ё, зомби келді. Вниз. Кет, кірме неға. Мандраж. 4 секунд. Боликте жоқ менде. Так, қашамыз. Қаш, Ади, қаш. Не болатын, фига его знает, не болатын. Өлетін шығармыз. Өле қалатын шығармыз. Давай, өлтірші. Так, күтеміз онда. Рисовать етеміз. Так. Примерно біліп тұр ғой, О, туман. Жүректеген кетті, дүрсілдеді, қасында. Экран бүйтіп, камерадан шығып кетейін деп тұр сен. Ебой! Құтты olsun, жігіттер. Құтты olsun, рахмет. Рахмет. Ема, я в шоке, капец. Как так? Ху-ху. Ё-моё! Деп айтпай ақ қояйын, екенсің, мен су ішіп келейінші. Аты болмайды.
давайте жігіттер, осы үшін лайк басыңдаршы, пожалуйста. Тұрарлықтар нәрсе ғой, ну білмеймін, өзім шокта отырмын қазір. Қалай? Ёлки-палки. Вообще күтпедім мынандай жағдайды. Ладно. Не де болса да видеоның соңына келдік. Видеоны осымен аяқтайық, челленджді аяқтайық. Пока жүрегім жарылып кетпей тұрған кезде. Видео ұнаса лайк басамыз, арнаға тіркелеміз, бірінші рет көріп тұрсаң. Челленджді жібереміз, сілтемесі барлығы астында. Группаға кіреміз да, личный сообщение жібермейміз. Обсуждение деген бар, соған кіреміз, басеке челлендж деген. Соған кіріп, видеомызды жібереміз, толықтай түсіндіріп. Егер видеода орындамаған болсаң, сол өзіңнің челленджіңді қабылданбайды. Түсінікті деп ойлаймын. Енді келесі видеода жолыққанша. Чао. Капец, как так получился?